Сәлем достар, мен Есеқызы Назерке, Наз мемлекеттік би театрының балет артисі. Бүгін сіздерге қазақ би өнер туралы азғантай ақпаратында айтып, қазақ биінен бір қимылды көрсетіп, оның қалай орындалатынын сіздерге тарту етемін. Би музыкалық ырғаққа сай дене қимылымен көрсетілген өнер. Би қазақтың көне халық фольклорлық түрлерінің бірі. Ол туралы Қазақстан жеріндегі сақталған тас суреттері, тарихи деректері, орыс саяхатшылары, ғалымдарының этнографиялық жазбаларынан сыр шертеді. Адамдардың күнделікті еңбек процесіндегі іс-әрекеттері, қоршаған дүниеден алған сезім әсерлерінің би қимылы қозғалыстар мен ишаралары негіз болған. Табиғат құбылыстарының аңшылық немесе соғыс көріністері белгілі бір жүйеге түскен ырғақты қимыл бимен бейнелеу көне дәуірде өмір талабынан туындалған. Келе-келе би қимылының мәнерлеу мүмкіндігі және тәжірибенің молаюына байланысты жеке би өнері қалыптасып келе жатыр. Осы қалыптасқан қазақ би өнерінің бүгінгі сіздерге көрсетейін деп отырған қимылым бидай боз. Бидай боз өзі далада өсетін шөптердің бірі. Бұл қимылды сіздерге алдын ала көрсетпес бұрын аяғымызды боз немесе үшінші қалыпқа қойсақ болады. Екі қолымызды шынтағы созулы бірінші қалыпта ұстау арқылы қолымыздың алақан емес, сыртқы жағын бір-біріне параллельно ұстау арқылы оңға, солға қимылдату арқылы осындай қимыл пайда болады. Осы бидай боз қимылын жоғарғы үшінші қолымыздың қалпына көтеріп, оңға, солға параллельно ұстап, қолымызды мәнерлеп, осындай әдемі қимыл туындаймыз. Және де бидай боз қимылы біздің белімізді майыстыру арқылы порды бұра. Міне, арқылы тағы да жасауға болады. Бұл қимылдың басты сіздерге қателігі бидай боз қимылы екі қолымыз екі жақта емес, параллельно ұстау арқылы орындалатынын ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздерге күнде қазақ би өнері туралы ақпараттар айтып, осындай қазақ биінің қимылдарын көрсетеміз. Біз біргеміз.